Ерлан, ты вчера только устроился на работу. Где ты был? Кешіріңіз, но мен кеше бұл зданиеде жалғыз болған жоқпын. Ерлан, ты о чем? Понимаете, в этом здании есть призрак. Жын бар мына зданиеда. Ты что, с катушек съехал? О чем ты говоришь? Какие призраки? Рас айтам. Кешіріңіз, но я прошу увольнения. Ерлан, вы прекрасно знаете о том, что среди того количества людей, которые хотели сюда устроиться на работу, я выбрала вашу кандидатуру. Вы понимаете, что вы сейчас подводите всех? Где я сейчас найду человека для того, чтобы заменить вас? Я серьезно. Ерлан, согласно трудовому законодательству, вы должны по закону отработать 1 месяц. После того, как вы месяц отрабатываете, в это время я найду другого человека и можете идти куда хотите. Я прошу вас, сегодня увольнение. Месяц отрабатывайте, идите куда хотите. До свидания. Алло. Алло, Ерлан, балам, сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Бұл мен ғой, Гүлнар апа. Бүгін менің сменам. Сол мен келе алмайтын болып тұрмын. Менің орныма 2 күн шығып берші, сосын я отработаю. Апа, айып етпеңізші, ну, я не смогу и не хочу. Балам, енді басқа ешкім жоқ. Келген соң екеуміз отырып, күш тілеп тұрып шай ішеміз, жарай ма? Алло, апа. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой. Көңіл күй жоқ. Кім еді? Ерлан болады есімі. Ерлан, кешіріңіз. Сонымен көңіл күйге не болды? Қалай айтсам екен? Қалай айтсам дегенде, біздің кабинетке барайық, сол жақта айтасыз. Жоқ, рахмет. Жоқ емес, ағай. Шай дайындап қоям, күтем. Ерлан мырза, келмей жатып директормен ұрысып жүрсіз ба? Олай емес. Ақбота, мына зданияда біреу бар. Біреу емес, көп адам жұмыс істейді ғой мұнда. Жоқ, сен мені түсінген жоқсың. Кеше мен осында сменде болғам. Сол кезде көзіме жын көрінді. Осы директорға айтқам ғой, осындай көрініп жатыр маған деп. Жұмыстан шығарыңызшы мен деп. Жоқ. Сенбей шығарып жүрді мені кабинетінен. Ерлан, негізі мен саған айтайын. Бұл жерде мен де басына келдім ғой. Біртүрлі заттар қозғалып, дыбыстар шығатын. Көрдің ба? Міне, сен, значит, көрдің. Кеттік барайықшы берге. Кеттік барайықшы. Директор айтайықшы осында. Ерлан, жібер. Маған жұмыс керек. Тем более Ерлан ол адамның көзіне көріну мүмкін емес. Заттар қозғалады, мүмкін дыбыстар шығарады. Сен лучше демалып болсай. Мада еще Гүлнар апа хабарласқан. Біздің вақтыдағы ма? Иә. Не дейді? Келе алмайын, басқа қалада қалып қойдым, мен орныма шықшы деп жатыр да, мен келгім келмейді мына жерге. Не хочу я уже здесь находиться. Бірақ айтып қойғаннан кейін келу керек. Сен бүйтсе қазір үйге бар, шаршағаннан шығар мүмкін. Иә. Ол да дұрыс шығар. Жарайды. Жақсы.
менен қорқады дейсің ба? А? Сен менен қорқады деп жүрсің ғой, иә? Көрінсің. Көрінсеңші маған, көрінсеңші анда. Көрінсің. Көрін! Ей, тоқтар. Есің дұрыс па сенің? Ақбота, мен түсінбедім, сен не істеп жүрсің мына жерде?